Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы құрамында түбір таңбасы бар өрнектерді түрлендіру. Бүгінгі сабақта құрамында түбір таңбасы бар өрнектерді түрлендіруді үйренеміз. Есеп бастайық. Өрнекті ықшамдайық. Мына есепті қарастырамыз. Бұл есеп болады. Бір түбірдің астында бір түбір, сондықтан оны былай алып аламыз. Мына жерде мына 17 алынған 4 дегеннің өзін жазамыз да 9-ды 4 қосылған 5 деп қосындыру ретінде жазып аламыз. Неге олай жазып тұрмыз? Өйткені мына жерде 9 қосылған 4 түбір астында 5 деген тұр. Бұл дегеніміз 4 дегенімізді 2 көбейтілген 2 деп, 2 еселенген деп алуға болады. Сонда мына 4 қосылған 5 қосылған 2 көбейтілген 2 түбір астында 5 дегеніміз бұл екі өрнектің қосындысының квадратының формуласына келеді. Бұл осы формулаға келеді. Енді түбірдің қасиетін пайдаланамыз. Түбір мен түбір астындағы санның квадраты болатын болса, сол санның өзі қайтадан өзі шығады. Сондықтан 17 алынған 4, жақшаның ішінде 2 қосылған түбір астында 5 өзі шығады. Енді жақшаның ішін -4, жақшаны ашамыз, -4-пен көбейтіп жібереміз. Сол кезде 17 алу 8, алынған 4 түбір астында 5 болады. Енді ұқсас мүше біріктірейік. 17 мен 8 ұқсас мүше, 9 алынған 4 түбір астында 5 болады. Енді біз жаңа алғашында көрдік, 9 қосылған 4 түбір астында 5 дегеніміз, ол жақшаның ішіндегі екі өрнектің қосындысының квадраты болды ғой. Ендеше мынау сол сияқты бұл да екі өрнектің айырмасының квадраты болады. Бұл жерде айырма болғаннан кейін. Енді ол айырманың квадраты болғаннан кейін, енді осыдан қараймыз, осы жерде егер қосу болатын болса, онда өзі шыға салушы еді. 2 қосу түбір астында 5 деп. Мына жерде айырма болғандықтан кішкене бұған мән береміз. Бұл жерде модульмен шығады. Неге ол модульмен шығады? Түбір астындағы сан қашанда 10 сан болу керек. Және бұл жерде 2 алынған түбір астында 5 дегеніміз, ол түбір астында 4 алынған түбір астында 5 деген теріс шығып кетеді. Сондықтан мына жақшаның алдына, модульдан кейін, жақшаның алдына минусын қоямыз да, өзін қайтадан жазамыз. 2 алынған түбір астында 5 деп тең болады. Жақшаның ішін минусқа көбейтіп жібереміз. Сол кезде түбір астында 5, азайту 2 болады. Балалар, енді мына келесі есепті қарайық. Бұнда да өрнекті ықшамдаймыз. Мынау олимпиадада кездесетін есептер. Бұл жерде былай істеуге болады. Бірінші бөлшектің алымынан түбір астында 2-ні жақшаның сыртына шығарып жібереміз. Сол кезде жақшаның ішінде қалады, 1 қосылған түбір астында 3 осы қалады. Өзі бөлшектің бөлімін өзін жазамыз. Енді ары қарай мен былай істеуім керек. Бөлшектің алымында бөліміндегі өрнектің түйіндесіне көбейтіп жіберемін. Бұл деп отырғанымыз енді түйіндесіне көбейтіп жіберемін. Ол үшін мына бірінші жақшаның ішінде 1 қосылған түбір астында 3 өзі қалады. Бірақ мына түбір астында 2-ні мына келесі өрнекке көбейтіп жіберемін. Сонда ол 4 алынған 2 түбір астында 3 болады. Бөлім өзі сол күйінде сақталады. Енді алымын өзін 2 жақшаның ішінде 1 қосылған түбір астында 3 өзі жазылады да, мынау 4 алу 2 түбір астында 3 дегенді біз оны білеміз. 4 дегеніміз 1 мен 3-тің қосындысы, 3 дегеніміз 1 мен 3-тің көбейтіндісі. Сондықтан оны былай жазуға болады. Түбір астында 3 алынған 1-дің квадраты, екі өрнектің айырмасын квадрат ретінде жазамыз. Біз мынаны өзіміз қосымша сабақта өткен болатынбыз. Енді бөлшектің бөлімін екі өрнектің қосындысы мен айырмасын көбейтіндісі ретінде жазылып тұр. Сондықтан оны да формулаға саламыз. Екі өрнектің қосындысы мен айырмасын көбейтіндісі сол өрнектердің квадраттарының айырмасына тең болады. 3 өзі жазылады, жақшаның ішінде 4 алынған 3 дегеніміз, ол 4 надан келеді. 2-ның квадраты 4, алу түбір астында 3-тің квадраты 3 болады. Мына жерде бөлшектің бөлімінде 3 өзі қалады. Алымында жаңа алдыңғы есеп сияқты түбірдің астында тұрған сан квадраты болатын болса, сол санның өзі шығады. Түбір астында 3 алынған 1 өзі шықты. Өйткені мына жерде түбір астында 3 дегенім бірден үлкен болып тұр. Одан ары былай істейміз. Енді мына жерде бөлшектің алымында да екі өрнектің қосындысы мен айырмасын көбейтіндісі болып тұр ғой. Сонда ол да жаңағыдай екі өрнектің квадратының айырмасына тең болады. Сонда 2 жақшаның ішінде 3 алынған 1 болады. Бұдан 3 алынған 1-ден 2 шығады, 2-ның өткенде 4, бөлімі өзі 3-ке тең болады. Сонда бұл 3-тен 4-ке тең болады. Келесі есеп өрнекті ықшамдайық. Ол кезде бөлшектің алымында 1, бөлімінде 3 сан қосылып тұр. Түбір астында 2, қосылған түбір астында 3, қосылған 1 болып тұр. Мұнда бөлімде иррационалдықтан құтылуға болады. Ол үшін біз былай істейміз.
Бірінші қосынды түбірасында екі өзі жазылады да, түбірасында үшке қосылған бірді бір жақша етіп жазып аламыз. Неге олай жазып алдық? Қазір енді осыны қарастырамыз. Бұл деп отырғанымыз, бұнда да бөлшектің бөлімінде тұрған өрнектің түйіндесіне бөлшектің алымын да бөлімінде көбейтіп жібереміз. Және мына жерде бөлшектің алымында минуспен жақшаны ашып жібереміз. А бөлімінде былай істейміз, жаңағыдай екі өрнектің қосындысы мен айырмасының көбейтіндісі сол өрнектердің квадраттарын айырмасы тең болады дейміз. Сол формуланы қайттан пайдаланамыз. Сонда түбірасында екінің квадраты 2 болады. Мынаны бірінші өрнектің квадраты қосылған 2 еселенген бірінші өрнектің көбейтіндісі қосылған екінші өрнектің квадраты деп ашып аламыз. Енді ары қарай бұнда да бөлімінде жақшаны минуспен ашып аламыз. Сол кезде 2 алынған 3 алынған 2 түбірасында 3 алынған 1 болады. Енді бөлшектің алымын өзін сол күйі жазамыз, бөлімінде ұқсас мүше біріктіреміз. 2-ден 3-ті аламыз, одан 1-ді аламыз, сол кезде ол -2 түбірасы 3 болады. Енді бұл жерде 2-ні жақшаның сыртына -2-ні шығарып жібереміз, жақшаның ішінде 1 қосылған түбірасында 3 қалады. Алымы өзі қалады. Алымында өзі, бөлімінде осы қалады. Енді бірақ та иррационалдықтан құтылу үшін бөліміндегі тұрған өрнектің түйіндесіне көбейтіп жіберемін. Бөлшектің алымында бөлімінде. Көбейткен кезде менде мынадай шығады. Бөлімінде -2 жақшаның ішінде 1 алынған 3 шығады. Алымында мына жақшаны бір-біріне көбейткен кезде түбірасында 2 алынған түбірасында 6, түбірасында алынған түбірасында 3, қосылған 3, алынған 1, қосылған түбірасында 3. Енді өрнекті ұқсас мүшені біріктіреміз бөлшектің алымына. Сол кезде алымында түбірасында 2 алынған түбірасында 6, қосып 2, бөлімінде 4 қалады. Бөлімінде иррационал сан шықпайды. Келесі есепті қарастырайық. Өрнекті ықшамдайық. Мына есеп бірыңғай ұлттық тестілеуде кездеседі. Бұлай қарағанда оқушыға күрделі сияқты, бірақ шығара келсек, өте оңай жолмен шығаруға болады. Мына жерде қаншама есеп, көп нүктенің арасында да есептер бар. Мынаның барлығын бір-біріменен қосып жату өте мүмкін емес. Сондықтан бірден былай істейміз. Бірінші бөлшекті жазып аламызда, бұнда да иррационалдықтан құтылу бөлшектің бөлімінен. Бөлшектің бөлімінде тұрған өрнектің түйіндесіне көбейтіп жібереміз, бөлшектің алымында бөлімінде. Екінші өрнекте солай көбейтіп жібереміз. Үшінші өрнекте әрі солай көбейте береміз бәрін. Мына соңғы өрнекке дейін. Сол кезде ол былай шығатын жерде. Түбірасында 2 қосылған түбірасында 1 мен түбірасында 2 алынған түбірасында 1, екеуі бір-бірімен көбейтілген кезде 2 алынған 1 деген өрнек шығады. Бөлшектің алымы өзі сақталады. Түбірасында 2 алынған 1, бөлімі 1 болғандықтан бөлшектің алымы келеді. Мына өзі шығады. Енді мына жерде бұнда да түбірасында 3 алынған түбірасында 2 дегенді квадраттап жіберетін болсақ, түбірасында 3-тің квадраты 3 шығады, алынған түбірасында 2-нің квадраты 2 шығады. 3-тен 2-ні алғанда 1 болады. Сол сияқты барлық бөлшектің бөлімдері 1 болады да, алымдарында түйіндестері ғана шығып отырады. Түйіндестер шығып отырады, сонда мынадай өрнек шығады. Осы өрнекте бір-бірімен ұқсас мүшелерін қайтадан біріктіреміз. Сол кезде түбірасында 2 мен минус түбірасында 2 жойылып кетеді. Түбірасында 3 пенен минус түбірасында 3 жойылып кетеді. Сонда қалады -1 қосу түбірасында 100 қалады. Тең болады 100-ден 10 шығады. -1 қосылған 10 тең болады 9-ға болады. Есептің сонда мәні 9-ға тең болады. Балалар, бүгінгі осы тақырыпта алудағы негізгі мақсат бұл бөлшектің бөліміндегі иррационалдықтан құтылу, қалай құтыламыз соған есептер шығару, ең оңай жол тәсілдерін көрсеттім деп ойлаймын. Және бұнда бөлшектің бөліміндегі иррационалдықтан құтылу үшін бөлшектің алымында бөлімінде өзінің түйіндесіне көбейтіп жібереді екенбіз. Және соны көбейткен кезде бұл жерде қысқаша көбейту формуласы көбіне қолданылады. Екі өрнектің қосындысы мен айырмасының көбейтінділерін көбіне осы есептерде қолдандық. Ең оңай жолдарын көрсеттік. Сонда осы есептерде тек қана иррационалдықтан құтылу тәсілін қарадық. Назарларыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.